Жақсы адамды кездестіріп қалсаңыз, одан өзіңізді бір саты төмен ұстап, мәміле қылыңыз. Ал ақымақтарға сенікі дұрыс дей салыңыз. Кішіпейіл және қарапайым бол, бірақ өзіңді кемтар дәрежеге түсірме. Балаң не айтса, соны істей берме. Біреудің үйіне кіргеніңде, көзің мен тіліңе ықтият бол. Өз наныңды өзгенің дастарханында жеме. Қалағаным болмады деп қапаланбаңыз. Мұның өзі сіз үшін сәттілік болуы мүмкін. Байлығының мөлшерін дос пен дұшпанға білдірме. Көшеде отырған іссіз және әңгімешіл адамдарға қосылма. Сөйлеген сөздеріме өкінген күндерім көп, бірақ үнсіз қалғаным үшін ешқашан өкінген емеспін. Ақылды болсаң, от басыңда өзіңді баладай ұста, ал өзгелер арасында үлкен адам екеніңді көрсет. Алған біліміңе амал етпей, одан да көпке ұмтылуың, бір адамның бір құшақ отын жинап, оны көтере алмайтын біле тұра, оған тағы да аш көздік пен отын тергеніндей болмақ. Адасып жүрген болсаңыз, білгеннен көмек сұраңыз. Адамдардың сөзінен қорқып, өзіңізді тура жолдамын деп алдамаңыз. Тым қатты ойға беріліп, қайғыға бата бермеңіз. Алланың берген нығметтеріне қуана біліңіз. Сонда тыныш әрі жақсы өмір сүресіз. Лұқман хакимге сен қалай мұндай даналыққа қол жеткіздің деп сұрақ қойыпты. Сонда ол үнсіздік сақтап, маған қатысы жоқ нәрсеге араласқан жоқпын депті. Сараң да қатты болмаңыз, бірақ үнемшіл болыңыз. Баланы орнымен жазалау, яғни сөзбен, жаңбырдың жерге деген қажеттілігі секілді. Сапарға шықсаңыз, түн ортасында емес, таңға таман жол алыңыз. Балаң есейіп, одан жақсылық көргің келсе, кішісінде оған бар мейіріміңді бер. Қошқар мен қасқыр дос бола алмайтыны секілді, ақымақтармен достасам деп әуреге түспеңіз. Қарыздан аулақ болыңыз. Бұл сіздер үшін күндіз кемсіту болса, түнде ауыр ой мен ұйқысыздыққа апарады. Өзгелерді таң қалдырып, ақымақтармен бәстесуге бола білім алмаңыз. Жаратқаннан еш нәрсе жасыра алмайтыныңызды ойлаңыз. Үнсіздік көп адамның қолынан келмейтін даналық. Мен ауыр тастар мен қатты темірлерді де тасыдым, бірақ қарыздан ауыр нәрсені көрмедім. Дәмді тағамдар мен балдай тәтті жемістердің де дәмін көрдім, бірақ денсаулықтан тәтті ештеңе көрмедім. Мейманыңа іс бұйырма, және оның жанында жанжал шығарып, біреумен ұрсыспа. Өтіп кеткен жанжал мен келіспеушіліктерді есіңе алма. Біреуді ешкімнің алдында ұятқа қалдырма. Тәнің мен киіміңді таза ұста. Өзіңе жақпаған нәрсені өзгеге де тең көрме. Досыңды қиын күндерде сына. Оның пайдасы мен зиянын електен өткіз. Ненің пайдалы, ненің пайдасыз екенін ұмытып, өз абыройыңды төкпе. Адамдар әдемі сөздермен мақтана берсін, ал сен үнсіздікті қош көр. Адамдарды кемсітіп, керден қағып аяғыңды алшаң баспа. Өйткені Алла тағала ешбір тәкаппар және мақтаншақ құлын сүймес. Ақымақтармен әңгіме жарастырма, екі жүзділерге жолама. Өз эмоцияңызды өзіңіз басқарыңыз. Болған жағдайға басқа қырынан қарап, позитивті өмір сүріңіз. Тіпті ол сізге мүмкін еместей көрінсе де. Қиындыққа түссеңіз, тоқтап, айналаңызға қараңыз. Нені дұрыс істемей жатырмын деген
сұрақ қойыңыз. Біреуге ақыл айтсаң, әуелі өзің соған амал ет. Себепсіз күлме, мақсатсыз жүрме, өзің үшін пайдасы жоқ нәрселерге сұрақ қойма. Отбасылы болсаңыз, бір-біріңізге қолдау болып, жылулық сыйлаңыз, әйтпесе оның керегі не? Өмірге пессимистік көзқараспен емес, оптимистік көзқараспен қараңыз. Сонда кез келген мақсатыңызға жете аласыз. Өмірге ғашық болу сізді сәтсіздіктерден де сындырмай алып өтетін жақсы қасиет. Өзгелерге бақыт тілеп, жақсылық ойлаған сайын өз өмірімізде жақсара түседі. Кешіру дегеніміз, оның істегенін ұмыту емес, оған кек сақтауды доғару. Егер көмектесу қолыңнан келсе, көмектес. Егер көмек көрсету қолыңнан келмесе, ең болмағанда зиян келтірме. Ашу сізді тыныштығыңыздан айыратын жаман нәрсе. Жетістік сыйынғаннан ғана емес, әрекет істегеннен келеді. Қиындықтар мәңгілік емес, қалай келді, солай кетеді, тек уақыт керек. Адамдар бір-бірін жақсы көру үшін, ал заттар оларды пайдалану үшін жаратылған. Бірақ қазір бәрі керісінше. Кейде оңаша қалып, өзіңізді тыңдап көріңіз. Адам ақша табу үшін денсаулығын құртады. Ауруынан қайта сауығу үшін ақшасын жұмсайды. Бүгінгі күннің рахатын сезінбей, болашағын аңсайды. Ақыр соңында бүгінмен де, ертеңмен де өмір сүрмеген болып шығады. Ешқашан өлмейтіндей күн кешеді. Сөйтіп жүріп, өмірдің ләззатын алмай, мына өмірмен қош айтысады. Өзіңізді неғұрлым көп ойлаған сайын, соғұрлым жаныңыз қинала түседі. Біреуді сынамас бұрын, оның киген аяқ киімін киіп, оның жүрген жолымен жүріп көріңіз. Оның көз жасын сезініп, құлаған жеріне сіз де құлап көріңіз. Тек осыдан кейін ғана қаласаңыз, оны сынауыңызға болады. Ұмытпаңыз, сіздің қалаған нәрсеңіз әрдайым қажет бола бермейді. Егер алдыңызда тұрған мәселе шешілетін болса, сары уайымға салынбаңыз. Егер Құдай сені бақытты еткісі келсе, қиын жолдармен жүргізеді. Өйткені бақытқа оңай жету мүмкін емес. Құрметті көрермен, ана тіліміздегі контентті қолдай отырыңыз. Қарағаныңыз үшін көп рахмет, аман сау болыңыз.